Сәлем менің құрметті достарым. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен Ташкент шайын жасаймыз. Ол үшін біз жарты литрлік шайнекке 1 қасық көк шай, 1 қасық қара шай. Достар, менің арнамда неше түрлі шайлардың рецептері бар. Кіріп қарап көріңіздер. Енді жалбыз, 2 лимон, нават. Наваттың орнына қант қоса берсеңіздер де болады. Енді біз оның үстіне қайнаған су қосамыз. Енді біз бұны 5 минутқа қойып қоямыз. Достар, бұның үстіне қарақат, малина, корица қосып ше берсеңіздер болады. Сол кезде дәмді шай шығады. Біздің шайымыз дайын болды. Енді біз оның үстіне бал қосамыз. Достар, балды шайдың ыстық күйінде салған дұрыс емес. Себебі балдың пайдалы заттары ыстық судың ішінде жоғалып кетеді. Біздің шайымыз дайын. Егер де мен жасап жатқандарым ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Шайларыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.